Бір жайлы мектеп Алматының Білдей бір ауданының мәселесін шешеді. Құлжа трактінде бой көтеріп жатқан жайлы мектеп Медеу ауданындағы оқушы орындарының тапшылығы мәселесін бір жақты етеді. Аталған көрсеткіш бүгінде 3477-ні құрайды. Бір кезекте 2000 орынға арналған заманауи форматтағы білім ошағы 2024 жылдың соңына дейін қолданысқа тапсырылады. Осылайша мегаполистегі нөмір 98, 99 және 64 мектептерге артылған жүктемені едәуір азайтады деп күтілуде. Қазір болашақ оқу орнының қаңқасы қалануда. Мердігер Базис Construction серіктестігі құрылыс тәулік бойы жүзеге асырылып жатыр. Алғашқы кезекте 186 адам еңбектенсе, екіншісінде 80-ге жуық маман жұмыс істейді. Жалпы жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында Алматы қаласында бір кезекте 36800 оқушыға арналған 22 білім ошағы бой көтереді. Оның 13-нің құрылысы Самұрық-Қазына Construction акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша жүзеге асырылып жатыр. Жайлы мектептердің ауданы стандартты жалпы білім беретін оқу орындарынан 15-20%-ға үлкен болады, ал техникалық жарақтандыру үлесі 4 есеге артады. Жайлылық пен тиімділікті қамтамасыз ету үшін бастауыш сыныптар, орта жоғары буын оқушылары үшін жеке блок жасалады. Яғни олар бөлек есіктен кіріп шығады, бөлек асханасы мен спорт залы болады. Осылайша мектепішілік кеңістік ыңғайлы болады, оқушылар бір-біріне кедергі келтірмейді, әрі булинг азаяды. Біздің мақсатымыз оқушылардың ең қолайлы жағдайда сапалы білім алуын қамтамасыз ету.